Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін кефаль балығын духовкада пеште дайындайтын боламыз. Өте керемет рецепттердің бірі. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Ендеше бізге балыққа арналған дәмдеуіштер қажет болады. Қызыл тәтті бұрыш және де тұзды мен қарапайым түрін емес, осындай теңіз тұзы көкөністермен деген түрін алдым. Өте жақсы дәм береді. Сізге де кеңес беремін. Петрушка, укроп, зелень, пияз, апельсин, лимон және де оливка майы қажет болады. Ендеше кірісейік. Араңызда каналыма тіркелмеген жандар болса, міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Сіздермен алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ендеше балығымызды жақсылап жуып тазалап алып, осындай бөлшектерге бөлетін боламыз. Артық керемет жерлерін алып тастап, бөлшектерге бөлгенде тек беткі жағын ғана осылай тіліп жібереміз, чтобы қазір маринадтаған кезде маринадымыз жақсылап сіңу үшін осындай өзіміз көмектесетін боламыз. Ендеше маринадқа оливка майының үстіне осылай апельсиніміздің тек қана соғын аламыз. Одан соң балыққа арналған дәмдеуіштер, тәтті қызыл бұрышымыз, тұзымызды саламыз. Үш жерде мен лимонның 1-2 сығындысын қостым. Бұл қалауыңызша әрине. Дайын болған маринадымызды осылай балығымыздың үстіне, ішкі жақтарына жақсылап қолыңыздың көмегімен жағып өтетін боламыз. Сіздің балығыңыздың дәмі осы маринадқа байланысты болады десе де болады. Одан соң пиязымызды және де лимонымызды дөңгелек бөлшектерге турап, тоже орталарынан кезек-кезек салып, беткі жақтарынан салып шықсаңыздар болады. Одан сайын керемет дәм беретін болады. Жаңа ішкі жақтарына көкөністер, немесе жаңа мен зелень саламын, осы жерде укроп, зелень тоже өте жақсы дәм береді. Барлығын жақсылап салып шыққаннан кейін духовкамыздың табасына салып, астына міндетті түрде фольга төсеңіздер. Гарнирге мен картоп пен сәбізді алдым. Бетінде фольгамен жауып 180 градуста 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Міндетті түрде бетін жауып пісіріңіз, сол кезде формасын жақсы сақтайтын болады. Біздің балығымыз дайын. Бетіне осы лимон сығындысын құйып берсеңіздер өте дәмді болады. Араңызда каналыма тіркелмеген жандар болса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды